Қазір барлығы Барселонаның шабуылын талқылап жатқанда, клуб ішінде бұдан да маңызды болуы мүмкін қорғанысты қайта құру жұмыстары жүріп жатыр. Ханси Флик ойыншылардың рөлін өзгертіп, оларды жаңа қырынан ашуда, және бұл қазірдің өзінде нәтиже беріп жатыр. Жоау Канселу неге жоғары бағаланатынын көрсете бастады. Алайда оның болашағы әлі де белгісіз. Осы жағдай аясында Барселона жазға бірнеше нұсқаны қатар қарастыруда. Иван Фреснедадан бастап Луис Холлға дейін, тіпті клуб ішінде мінсіз күшейту деп бағаланатын Бастаниге дейін, бірақ бұл ғана емес. Сонымен қатар, басшылық құрам бойынша қатаң шешімдер қабылдауда. Бүгін біз Фликтің Канселуді қалай пайдаланатынын және жазда Барселонаның қорғанысын нақты кім күшейте алатынын талдаймыз. Достар, ыңғайланып отырыңыздар, бастаймыз. Кез келген бапкер үшін ең қиын міндеттердің бір әр ойыншының әлеуетін толық ашып, оны командалық жүйеге дұрыс енгізу. Флик бұл тұрғыда жоғары деңгей көрсетуде. Ол ойыншыларға алаңда не қажет екенін нақты түсінеді, және бұл олардың ойынына тікелей әсер етуде. Соның айқын мысалы Жоау Канселу, португалиялық қорғаушы командаға қыста қосылып, аз уақыттың ішінде өзінің деңгейін көрсете бастады. Оның келуі балама шешім болды. Себебі клуб бапкер талаптарына сай орталық қорғаушыны ала алмады. Сондықтан негізгі назар қапталды күшейтуге және қорғанысты қайта құруға ауды. Канселу командаға жетіспей тұрған маңызды элементті қосты қорғаушы позициясынан шабуылдағы әртүрлілік. Ол техникалық тұрғыдан мықты, шешімді тез қабылдайды, допты алға жылжыта алады, және шабуылдың соңғы кезеңінде қауіпті, әсіресе ол сол қапталда өзін еркін сезінеді. Кеңістік алады, тіке ойнайды, және артық тактикалық жүктемеден босайды. Дегенмен оның әлсіз тұстары да бар, концентрация мен қорғаныстағы тәртіп. Бірақ Флик оның рөлін дұрыс құрып, күшті жақтарын барынша ашып, әлсіз тұстарының әсерін азайтуда. Бұл қазірдің өзінде нәтиже беріп жатыр. Канселу Леванте мен Севильяға қарсы матчтарда ерекше көзге түсіп, гол соғып, пенальти алып берді. Оның Рафиня мен қапталдағы байланысы шабуылдағы ең тиімді элементтердің біріне айналды. Мундо Депортиво мәліметінше, клуб ішінде португалиялық ойыншының әсеріне риза. Флик те оның үлесін жоғары бағалайды. Бірақ Канселу әлі де бейімделу кезеңінде екенін және тактикалық тәртіп пен қорғаныста сенімділікті арттыра алатынын атап өтті. Сонымен қатар, Канселудің болашағы әлі анық емес. Толыққанды трансфер үшін ол жазда Аль-Хилаль клубымен келісім шартын бұзып, жалақысын айтарлықтай төмендетуі қажет. Осыған байланысты клуб балама нұсқаларды қарастыруда. Фичайс дерегіне сәйкес, олардың бірі Спортинг клубының қорғаушысы Иван Фреснеда. 20 жастағы ойыншы тұрақты маусым өткізіп, Еуропаның жетекші клубтарының назарын аударды. Ол 36 матч өткізіп, 1 гол және 3 нәтижелі паспен көзге түсті. Өзінің сенімді ойынымен әрі даму әлеуетімен ерекшеленіп отыр. Деку оның кандидатурасын жоғары бағалап, Фреснеданы бірден негізгі құрам үшін бәсекеге түсе алатын әрі болашағы зор ойыншы ретінде қарастыруда. Алайда бұл трансфер оңай болмауы мүмкін. Нарықтық бағасы шамамен 12 мың еуро болғанымен, Спортинг кемінде 20 мың талап етуде. Ал басқа клубтардың қызығушылығы бағаны одан әрі өсіруі мүмкін. Достар, осы туралы пікірлеріңізді комментарийде жазыңыздар. Бейнероликке лайк басып, арна жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз тұрамыз. Өйткені ізденіс мұнымен аяқталмайды. Клуб ішінде қорғанысты күшейтуге арналған одан да ауқымды, амбициялы мақсат бар. Ол мінсіз нұсқа ретінде қарастырылуда. Сөз Астон Виллада ойнайтын Алехандро туралы емес, нақтырақ айтқанда Интердің қорғаушысы Алессандро Бастони жайлы болып отыр. Дерек көздердің мәліметінше, ол Барселонаның жазғы трансферлік терезедегі басты нысандарының бірі саналады. Италиялық орталық қорғаушы клуб талаптарына толық сай келді. Ол сол аяқпен ойнайды, доппен сенімді әрекет етеді, шабуылды алға жылжыта алады және ойынды қорғаныстан бастап құруға қабілетті. Есп мәліметінше, дәл осындай профилдегі ойыншы қазіргі Барселона қорғанысында жетіспейді. Сонымен қатар, Бастони ең тиімді жас кезеңінде және жоғары деңгейде ойнаудың мол тәжірибесіне ие. Оның ойыны тек физикалық қабілетке ғана емес, сонымен қатар ойын сәттерін дұрыс оқуына, позицияны дәл таңдауына және қарсыластың әрекетін алдын ала болжай алуына негізделген. Бұл әсіресе жоғары қорғаныс сызығымен ойнайтын команда үшін өте маңызды. Бұдан бөлек, оның шабуыл фазасына қосатын үлесі де ерекше атап өтіледі.
Интердегі жылдары ол тек қорғаныста сенімді ойнап қана қоймай, шабуылдарды дамытуға белсенді қатысып, нәтижелі пастар да беріп келді. Алайда ойыншыға қатысты жағдай өзгерген. Спорт мәліметіне сәйкес, Интер құрамды жаңарту үшін қаржы тарту мақсатында Бастониді сатуды қарастыруға дайын. Әр түрлі дереккөздерге сүйенсек, оның трансферлік бағасы 50-ден 100 миллион еуро аралығында бағалануда. Ойыншының өзі де клуб ауыстыру мүмкіндігін жоққа шығармайды және Барселонаға ауысу нұсқасына оң көзқараспен қарайды. Дегенмен дәл осы жерде негізгі мәселе туындайды. Бастони басты мақсат болғанымен, қаржылық шектеулер үлкен кедергі болып отыр. Клуб бір уақытта басқа да міндеттерді, әсіресе шабуылды күшейтуді шешуі қажет екенін түсінеді. Бұл бюджет бөлінісіне тікелей әсер етіп, келісімді қиындатады. Сондықтан Барселона балама нұсқаларды да қарастыруда. ESPN мәліметінше, олардың қатарында Пау Торрес пен Нико Шлоттербек бар. Екеуі де сол аяқпен ойнайтын орталық қорғаушы ретінде талапқа сай келеді. Осылайша, Бастони Барселона үшін идеал сценарий ретінде қарастырылады. Флик талаптарына толық сәйкес келетін және бірден қорғанысты күшейте алатын ойыншы. Алайда бұл трансфердің жүзеге асуы клубтың қаржылық мүмкіндіктеріне, маусым нәтижесіне және жаздағы басымдықтар арасындағы тепе-теңдікті дұрыс таба алуына байланысты болады. 20 жастағы ағылшын ойыншысы Чемпиондар лигасындағы матчтардан кейін, әсіресе Барселонаға қарсы ойында Ламин Ямалды ұзақ уақыт бойы тоқтатылған сәтінен кейін назарға ілікті. Осы эпизод каталондық клубтың қызығушылығын арттырған факторлардың бірі болды. Холл тұрақты маусым өткізіп, 39 матчта 2700 минуттан астам уақыт ойнап, командасының маңызды ойыншыларының біріне айналды. Оның Ньюкаслмен келісімшарты 2029 жылға дейін жарамды. Бұл трансферді қиындата түседі. Сонымен қатар, оған бәсекелестікте жоғары ойыншыға Манчестер Сити, Ливерпуль және Арсенал сияқты топ клубтар қызығушылық танытуда. Қазіргі таңда сол жақ қорғаушы позиция Барселона үшін басты мәселе емес. Негізгі назар әлі де орталық шабуылшы мен орталық қорғаушыға бағытталған. Алайда клуб ішіндегі трансферлік шешімдерге байланысты жағдай өзгеруі мүмкін. Егер Алехандро Бальдеге ұсыныс түссе, жаңа сол жақ қорғаушы қажеттілігі арта түседі. Осылайша, Барселона трансфер нарығында икемді әрекет етуде. Басшылық негізгі мақсаттармен қатар, жағдайға қарай пайда болатын мүмкіндіктерді де бақылауда ұстап отыр. Дәл осындай тәсіл, нақты басымдықтар мен икемділіктің үйлесімі клубтың алдағы жазға арналған трансферлік стратегиясын қалыптастырады. Сонымен қатар, клуб қазіргі құрам бойынша да маңызды шешімдер қабылдауға мәжбүр, әсіресе қорғаныс шебінде. Марка мәліметінше, басты тақырыптардың бірі Андреас Кристенсеннің жағдайы. Даниялық қорғаушының келісімшарты аяқталуға жақын, және клуб жақын арада бұл мәселені толық шешуді жоспарлап отыр. Келісімшартта ойыншының алаңға шыққан матчтарының санына байланысты іске қосылатын бонустар қарастырылғаны хабарланады. Қосымша төлемдер 30-40 ойындарға қатысқанда беріледі, кейін 40-50 деңгейінде артады, ал ең жоғары бонус маусым матчтарының жартысынан көбіне қатысқан жағдайда төленеді. Осылайша, ойыншының жалпы табысы негізгі жалақымен салыстырғанда айтарлықтай өсуі мүмкін. Сонымен қатар, клуб қорғаныс тетіктерін де енгізген. Егер Кристенсен алғашқы маусымда матчтардың кемінде 30-ында ойнамаса, Барселона келісімшартты ең аз өтемақымен бұзу құқығына ие болады. Осылайша, басшылық ойыншыға деген сенім мен оның физикалық жағдайына байланысты тәуекелдерді азайту арасындағы тепе-теңдікті сақтауға тырысуда. Канселу жағдайы бапкердің ойыншылардың күшті жақтарын аша алатынын көрсетеді. Алайда ұзақ мерзімде клуб бәрібір қиын шешімдер қабылдауға мәжбүр болады. Қазір жауапсыз сұрақтар өте көп. Канселу командада қала ма, Кристенсенмен келісімге келу мүмкін бола ма, Бастони үшін күресуге мүмкіндік бар ма? Және жазда нақты қай ойыншы қорғанысты күшейтеді? Пікірлерде жазыңыздар. Барселонаның жаңа қорғанысы үшін кімді таңдар едіңіз? Канселу, Фреснеда, Холл, Бастони немесе басқа ойыншыны ма? Егер талдау ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылыңыздар және маңызды жаңалықтарды жіберіп алмау үшін хабарламаларды қосып қойыңыздар.